Дәл қазір менің алдымда тұрған Дәулет Үсербай супер схватканың жеңімпазы. Өте керемет схватка өткіздіңіз. Қарсыласыңыз енді оңай кісі емес екен көрініп тұр ғой, енді ауыр сияқты. Физика деген. Арқасы бөлемей. Басында киіммен тұрған кезде байқамаған шығарсыңдар, ә? Киіммен ойлап, кәдімгі бір мужик шығар. Шешінген кезде, мен оны басында фотосессияда көріп қойғам ғой. Амандасып келетін, амандасып. Ассалаумағалейкум деймін ғой. Айналады ғой, арқасы бөлініп кеткен бойы 2 метр почти. Менің 2 қолыммен амандасқандай бірдей болды ғой. Осындай бір актерский, таза палуандар, коллегаңыз десек те болады, иә? Иә, кино. Жеңіске жеттіңіз. Енді алдағы уақытта дәке кімге бір вызов тастайтын едіңіз өзіңізге? Желательно өнер адамдарынан тоже мен сияқты спортпен қатар алып жүрген көп қой қазір. Желающилар болса қабылдауға дайынмын. Актер және боец Еркебұлан Тоқтар ше. Еркебұлан Тоқтар өзім бауырым ғой, жақсы араласамын. Досыңыз, иә, досым. Егер қызықты жекпе-жек болып жаңа күрес болып жатса, Еркебұлан екеуміз күресіп, халыққа бір әдемі бір схватка жасауға дайынбыз ғой. Дәулет аға, енді сізге жанкүйер боламыз. Рахмет. Жақсы жеңістерден көріне беріңіздер дейді. Рахмет. Аман болыңыздар.